Қызым-ау, ерте келдің ғой бүгін. Тамақ жейсің бе? Жоқ, рахмет. Не болды, көңіл күйің жоқ? Рүстем екеуің тағы ренжісіп қалдыңдар ма? Ренжіскен жоқпыз. Рүстем ертең оқуына ерте барады екен. Сондықтан ерте қайтайық деп шештік. Туған күнде Рүстемсіз қалмағаның дұрыс болған. Қалуым керек еді. Біраз көңіл көтеріп қайтатын еді. Ақмарал, неге олай дейсің? Сен бұрын бұлай сөйлемеші едің ғой. Ал Рүстем баяғыда басқаша болатын. Менен басқа қызға қарамайтынына сенімді едім. Сонда қалай? Қазір біреу пайда болды ма? Соңғы кезде Рүстем Ботагөз жайында көп айтады. Қайда барсақ та ертіп алатын әдет шығарыпты. Жаны ашыр болып жүр. Онда тұрған не бар екен? Рүстем тәрбиелі жігіт, сыпайылық танып жүрген шығар. Мән берме қызым оған. Менің ойымша, Ботагөзге де Рүстем қатты ұнайтын сияқты. Ұнаса не бопты? Сен екеуің кішкентайынан бір көстіңдер. Оны елдің бәрі біледі. Сен одан да сабағыңа дайындал, қызым. Рүстем де солай дейді. Бірақ... Ақмарал, сен бұл жайлы Рүстеммен сөйлестің ба? Қызым, сен бекер олай жасадың. Ботагөз екеуі сабақты да қарайды бірге. Бір үйде тұрып жатыр. Ең болмаса туысқаны да емес. Қалай уайымдамайым? Ал сіз сабақ жайында айтып отырсыз. Қызым, ол қыз ол үйде қанша күн тұрады екен, а? Білмеймін. Бір күн тұрады деген әлі жүр ғой. Мүмкін әдейі істеп жүрген шығар. Рүстемнің көзіне түсу үшін. Кім білсін? Жоқ. Олай болатын болса, онысынан дым да шықпайды. Неге олай айтасыз? Енді өзің ойлаш. Рүстем екеуің кішкентайынан бір көстіңдер. Рүстем саған әбден бауыр басып қалған. Ол жатса да тұрса да сен ойлайды. Сен одан да оқуыңа дайындал, қызым. Ертең емтиханың келе жатыр. Сонда Рүстем өзі-ақ саған жүгіріп келетін болады. Жүрей ма? Менің мойындама. Бәрі жақсы болады. Ботагөз, тоңып қалма. Жамыл бол. Рахмет. Ботагөз, сен мұнда не істеп отырсың? Үйдегілердің бәрі ұйықтап қалды ғой. Жай тыныштықта отырғым келді. Мұнда мен саған кедергі жасамаймын. Рүстем, дұрыс түсінбедің. Отырсам болады. Ертең мен үшін сондай маңызды күн. Сол үшін ойымды біраз жинақтап алғым келді. Не туралы ойланып отырсың? Маған да айтшы. Егер менің анам оқуға келгенімді білсе, сондай бақытты болар еді. Сен анаңды сағынып жүрсің бе? Егер қаласаң, ол кісі туралы айтып бере аласың. Есімде ештеме қалмапты. Кейде тіпті анамның бейнесін ойша құрастырып алғандай болам. Дауысын, күлкісін. Есімде бірдеме қалса ғой шіркін. Анам жүрегі ауырып қайтыс болды. Ал мен ол кезде сәби болатын. Ботагөз, қайда қарап отырсың? Ұшаққа ма? Жоқ, жұлдыздарға қарағанды ұнатам. Иә, жұлдыздарға таң атқанша қарауға болады. Сонда сен не көресің?
Жұлдыздардың ішінен анамның бейнесін көрем. Соны ойлап, біраз жеңілдеп қалам. Ботагөз, сөзіңнің жаны бар. Мен бұрын соңды бұлай жұлдыздарға қарамаппын. Рүстем, сол жұлдыздардың ішінде анам бар екеніне сенем. Ол менімен сөйлеседі. Рүстем, не қылып отырсыңдар? Түннің бір уағы болды ғой. Үйге кіріңдер де жатыңдар. Отырыстарын. Ұйықтайтын уақыт болды. Бүгін кішкене шаршап қалдым. Мен жатып демалайын. Сенші? Жанна, мен әзірше жатпаймын. Арсен қайтып келді ме? Иә, жаңа ғана келді ғой. Айтпақшы, болашақ келініміз ұнады ма саған? Ақылды. Бірақ тым қу сияқты. Оның көздегені ақша. Неге бірден сөйтіп ойлайсың? Маған қыз Арсенді жақсы көретін сияқты болып көрінді. Жанна, ондай қыздар өзінен басқа ешкім жақсы көрмейді. Білмеймін. Жап-жақсы қыз сияқты ғой. Осы саған ақ бәрі жақсы болып көрінеді екен. Айтпақшы, Арсен қайда? Мен осында күтіп отыра берем ба? Осында келсін деп шақырайын ба онда? Жоқ, ол енді өзі біледі ғой осында отырғанымды. Асықпай ма не? Мүмкін бүгін ертерек жатып демаларсың. Жанна, сен өзің жата бер. Маған ұйықтауға уақыт жоқ. Ертеңгі кездесуге дайындалуым керек. Жарайды, онда мен демалайын. Сендер жұмыстарын жасай беріңдер. Қайырлы түн. Жақсы, жай жат. Балаларым, қайырлы таң. Мінекей сендерге дастархан дайындап жатырмыз. Сая қайда? Әже ол ұйықтап жатқан шығар. Амина апа оятып келейін ба? Иә. Рахмет қызым. Апа, таңғы асқа не дайындап жатырсыз? Балам-ау, еттен басқа не болушы еді? Жақсы тамақты сырап қылмай жеп қою керек. Таң атпай ет жейміз ба, апа? Онда тұрған не бар? Мен міне ыстып жатырмын етті. Ненің еш шығып жатыр? Тамақ ашып кетіпті ғой. Төгіп тастау керек. Қалайша, Гүлшат? Жақсы әйел тамақты дастарханның үстінде қалдырмайды. Сонда мен оны қайда қоям? Міне, мұнда неге қоймайсың? Қояр едім, онда симайды. Ендеше неге кішкентай мұздатқыш алдыңдар? Апа, ол өте жақсы мұздатқыш. Бірақ ол қазанды тамақпен қоюға арналмаған. Мен сендер үшін тырысып, барлық күшімді салып, ықыласымды. Ал сендер... Апа, уайымдамаңыз, ештеңе етпес. Гүлшат, сонымен не жейміз? Әлі ешкім оянбаған ба не? Иә, әлі ешкім түскен жоқ.
Қызық екен. Темірхан менен бұрын тұрған. Роза, Темірхан шақырып келші. Темірхан мырза таңғы асын ішіп кетіп қалған. Қалай, қашан? 1 сағат бұрын. Ештеңе демеді ма? Маған неге айтпадың? Сіз ұйықтап жаттыңыз. Жарайды, онда қалғандарын шақырып келші. Үйде Сәлмаға мен Данияр ғана бар. Арсен қайда? Арсен де кетіп қалған. Темірхан мырзадан бұрын кетті. Роза, неменеге бөлшектеп жеткізіп тұрсың? Үйде ешкім жоқ, бәрі жұмысқа кетіп қалған деп айта салмайсың ба? Не деген әдет? Қазір шақырып келең қалғандарын. Жейтін ештеңе жоқ па? Салтанат! Таңғы асым қайда менің? Салтанат дейін! Құлақ естімейм осың бірдеңе. Қайда жүрмін? Салтанат! Арсен қайда? Таңғы шайға неге түспейді? Ол жұмысқа кетіпті, жаңа Роза айтты. Кездесуі маңызды болар бәлкім. Айтпақшы, Арсеннің қалыңдығы бір алтындай қыз екен. Жұмысы бар, үлкендерді сыйлай біледі, өзі сұлу. Мам, атам үлкен немересін ғана өзіне құсататын сияқты ғой. Ей, дастархан басындағы тілмәш болмай, жұмысқа кіріссең шаған секілді. Үлгі алмайсың ба? Ата, айналдырған 2 баламды бөліп жармаңызшы. Даниярым оқудан жағынан келіп жатыр. Кішкене күш жинап демалсын, сосын кіріседі ғой жұмысына. Демалыстың негізі дер кезінде тоқтай білу. Балам, бүгін не істейсің? Бүгін достар мен кездесіп қыдырып қайдам. Мүмкін әкеңнің офисіне барып қайтарсың. Кішкене жұмыспен танысып дегендей. Неге? Ол жерде Арсен бар емес пе? Арсен қадағалап жүр. Менен бар ол жерге бар. Дұрыс па ата? Роза, кофе берші, кофе. Апа, не істеп жатырсыз? Қайтқалы жатырсыз ба? Енді мен не істеймін? Есің барда елің тап деген ауылыма жетіп алайын. Неге асықтыңыз? Тоғда біраз жатпадыңыз ба? Көріп отырмын ғой. Бәрі мені жек көреді. Ешкім сыйламайды. Аяқ асты болғанша, осы сыйлы кезімде үйге жетейін. Дұрысы сол. Олай демеңізші, апа. Ешкімге кедергі болып жатқан жоқсыз. Көңіліңізді табуға тырысып жатырмыз ғой. Балам-ай, ал мен мүлдем басқаша ойлаймын. Ана ботагөз жатақханасын алсын, содан кейін қайтам. Ботагөз демекші, оның қалай болып жатыр? Оқуға түсе алады деп ойлайсыз ба? Әрине, кәміл сенем. Өйткені мен дайындаған. Құжаттарын тапсырады, содан кейін жатақханасына көшеді. Жақсы ендеше. Ондайша мен де тынышталып, ұзақ сапарға жолға шыға берем. Ал мен сүйікті ауылыма жетіп алайын. Кешікпей кел деп едім ғой. Қайда жүрсің? Ерте тұрмайтынды ұмыт қалдың ба? Не үшін шақырдың? Сен менің ұлымның басын қашан айландырып үлгергенсің?
Кешегі не жағдай? Не жағдай дейсің бе? Сені ұлың отбасың алып келіп, мені қалыңдауымды таныстырды. Саған несі ұнамай қалды? Бәрі тамаша өткен сияқты. Арсен мені жақсы көреді. Енді сендердің отбасыларының бір мүшесі болам. Солай жағдай. Сен не? Мен ақымақ деп тұрсың ба? Ұлыма тұрмысқа шықпайтынды білесің ғой. Ұлыңа онда тыйым салып көр. Оған үйленбейсің деп айтып көрші. Себебін түсіндіре алсаң. Сен не? Мені мазақ қып тұрсың ба? Себебін түсіндір дейді. Түсіндіре алсаң. Ендеше маған да талап қойма. Біз Арсен екеуміз үлкен адамдармыз. Өзіміз шешеміз не істейтінімізді. Сен менің отбасыма, семьяма кірудің жағдайын қалай ойлап таптың? Айтпақшы, бәйбішең сұлу екен. Әйеліңнен бұндай талғамбастықты күтпеген едім. Әңгімені бөле бермесеңші. Назима, ұмыт Арсенді. Арсенді ұмыт! Темірхан, менің басым бос қызбын. Кімге тұрмысқа шығатынды өзім білем. Солай де. Назима, сен не менімен ойнамақшы болдың ба? Мен саған сақ бол деймін, Назима, сақ бол! Қайдағы ойын, Темірхан? Мен Арсенді жақсы көрем. Мен Арсенді сүйемін. Тек соған күйге шыққым келеді. Өтірік соқпа. Есіңде болсын. Арсен екеуің бірге болмау үшін жағдайдың бәрін жасаймын. Сонда сеніңше мен кіммен бірге болуым керек? А? Айтшы. Сәлеметсіздер ма? Анашым, рахмет Айдаға қарап бергендеріңіз үшін. Оның не қызым ау? Өзімнің немерем, қолымнан келгенше бақып берем ғой. Бақтым ғой менің. Жеңістің жұмысы не болды? Оған бірнеше ұсыныстар түсті. Бірақ қайсына жауап берерін әлі ойластырып жатыр. Олай болса жақсы. Жоқ болса менімен бірге рейске шықсын. Аз да болса ақша табады. Әке, білесіз ғой ол ондайға келіспейтін. Білем. Мен оған айтқам, ол келіспеді. Менің күйеу болам. Жүргізуші болып жұмыс жасағанға намыстанады. Әке, ол айтпаңызшы. Ол сізді де, сіздің қызметіңізді де құрметтейді. Тек өзі рөлге отыруға асықпайды. Ал диванда жатқан адамға ешкім ақша төлемейді. Әке. Қуаныш, мұның не сенің? Айтарыңды айттың, болып жетеді. Салтанаттың көңілін түсірмеші енді. Қызым-ай, сенің таңдаған жан жарың. Осылардың некелеріне қалай ғана келісімді бердім екен, ә? Мұрат, заттарды көлікке салда, мен кішкене күте тұр. Мен қазір бір шаруаларым бар. Ма саудайына кіріп шықсам бола ма? Bir нәрсе алайын деп пең? Жоқ, жай кіріп көрейін дегем. Сатып алсаң жақсы болар еді. Мысалы, мына үстіндегі шалбарың ештеңеге жарамайды. Менің жүргізушімнің осында ескі киім киіп жүргені ұят. Алғымақ келеді, бірақ... Не бірақ? Бар да сатып ал, сапалысын ал. Жақсы киім кешек өте қымбат тұрады. Оны өзіңіз де білесіз. Менің оған қаражатым жетпейді. Мұрат, мен түсінбедім сені. Сонда сен маған айлықты аз төлейсің деген кеп тұр ма? Жоқ, Жанна ханым, ол не дегеніңіз? Менің ондай ойымда болған жоқ. Тек барлық тапқан табысым анамның дәрмегіне кетеді. Мына карточкада киім кешегіңе де, анаңа да бәріне жетеді. Анаңа менен сәлем айт. Рахмет, Жанна ханым. Сіз өте мейірімді жансыз. Жарайды. Мен қазір құрбыммен кездесуім керек, хабарласамын. Мені іздепсіз ғой? Я іздедім. Қайда жүрсің? Бүгін шаруа бастан асатынын білесің ғой. Мен таңның атысымен инвесторларды
құрылыс алаңына апарып бәріне жақсылап. Маған неге ескертпедің? Әлде өзіңше шешім қабылдайтын дәрежеге жеттің бе? Не, өзіңді басқа сезініп кеттің бе? Жоқ, Темірхан Сәлімұлы. Біз бұл кездесу жайында сізбен кеше сөйлескенбіз. Иә, дұрыс айтасың. Жағдай не болып жатыр? Олар салымын жасауға дайын, тек кейбір мәселелерді алдын ала шешіп алу керек дейді. Иә. Өзім де ішім сезіп еді. Олардың талабынсыз бұл мәселе шешілмейтініне. Енді талап қоюға құқылы. Сенсіз де білем. Кездесу сағат қаншада? Дәл қазірге. Олар сізді есіктің сыртында күтіп тұр. Неге есіктің сыртында күтеді? Шақыр. Темірхан Сәлімұлы сіздерді күтіп отыр. Жігіттер, не істеп жүрік мына жақта? Ішіп пісіп кетті, қайтпаймыз үйге. Сен қайттың кезде қайта берші. Мен үйге бармайым. Не болды? Үйдегілер мазаңдалып жатыр ма? Жоқ, тыныш үйдегілер. Мама қолдап жүр даже. Ана ата мазамды алып жүрген. Гүлсі артып па? Одан бетер өздерінің отбасылық бизнесіне тықпақшы мені. Не болды соң уайымдап? Одан да өлең қосып. Өшірші мен мидашты. Не болды? Кәнер, түсінбеймін мен. Саған отбасылық бизнестің не керегі бар? Оның үстінде жақында Лондонға айтпайсың ба? Қашан қайтасың айтпақшы? Не болды? Мен жүріп шаршадың ба? Жоқ, не деген? Көреміз. Әлі осындамын. Жарайды, қош жаңа, кеттік. Менің кішкентай ғана балапаным міндетті түрде оқуға түсуің керек. Мен оған сенемін. Айтып жібересіздер ме? Төле би көшесінің 94-ші үйін қалай тапсам болады? Ол жақта не бар, ботагөз? Медициналық университетке құжаттарымды тапсырғым келеді. Дәрігер болғым келеді. Міне қызым. Мен де сол оқуға тапсырам ғой. Рас па? Иә. Рүстем, сен Ботагөз екеуің бірге барсаңдар болады екен? Рүстем, байқа, Ботагөзді универға түсу үшін мен мықтап тұрып дайындағам. Рүстем оған алаңдамаса да болады. Менің балам тапсыратын пәндердің бәрін беске біледі. Енді анашым әже қанша дегенмен курсқа жазылсақ та артық болмайды ғой? Әрине, Ботам, әрине. Мен де солай түскім келеді. Балам, қалай? Дайынсың ба? Иә, әке. Айтақшы, біз Ботагөз екенбіз, бір универге тапсырады екенбіз. Иә. Баратын жеріміз де бір. Келдің бе әйтеуір? Қайда жүрсің, Салтан? Мама, неде болдың? Айдан алып кеттім. Қызым, папамен амандасшы. Сен кетерде кішкене тамақ істеп кетуге болмады ма? Сен бар ғой, мен аштан өлтіресің бар ғой, аздырып. Кешкі ас тоңазытқышта тұр ғой. Кешкі асты мен бүгін таңғы асқып ішем ба? Сен мүлдем менің даже киімдерімді жумайтын шығарсың. Айқайламашы, балам шошытасың. Шошысаң ал баланы. Жарайды, қазір бәрін жасаймын. Түсіндің ғой әйтеуір. Істеші тезірек, дайындап берші. Сосын, сен Айданы қарай тұра аласың ба? Не үшін? Мен офиске барып, гонорар ақшамды алып кетуім керек еді. Бар бірге алып қойды. Как раз оған таза ауаға шығу керек. Ақыры әкесінен қорқады екен. Жай, онымен ақырын сөйлесу керек. Сен не маған енді ақыл үйретейін дедің бе? Жоқ, кешір. Кешір. Әйтеуір айғайлаттың. Сен бар ғой, бір салта болмайды екенсің, мүлдем бар ғой, бар. Дайындашы бар. Маған сенің мына ішкі аудит жайлы ұсыныстарың мүлде ұнамайды.
Бұдан басқа амал жоқ. Бұл инвесторлардың бізге қойып отырған бірінші талабы. Егер орындамасақ, олар бізбен сөйлеспейді де. Оны сенсіз де білем. Ашуланба, Шәке. Ой, Темірхан Сәлімұлы. Меніңше, бұл қойып отырған талаптар бізге де тиімді. Солай ма? Ендеше аудитке ақшаны қайдан табасың? Әлде есіңе түсірейін бе? Бүкіл ақша құрылысқа кеткен. Темірхан Сәлімұлы, аудитсіз ақшада пайда да болмайды. Керісінше, бізге инвестициядан кедергілер болады. Ендеше аудитке қалай ақша табу жолдарын қарастыру керек. Иә. Мә, бар. Ботагөз, сөмкеңді үйге алдырсаңшы. Біздің үйде киім ұрлайтын адам жоқ. Шын айтам. Рүстем, мен универден кейін жатақханаға барып орын алайын дегем. Оған неге астың? Рүстем, Ботагөз қалай ыңғайлы боларын өзі шешсін. Ботагөз, сен оқу басталғанша біздің үйде тұра тұрсаң болады. Гүлшат апай, рахмет көп-көп, бірақ ұзақ уақыт үйде жаттым ғой. Ботагөз, сен жақсы қызсың. Тамаша көмекшісің. Бізге ешқандай қиындық тудырмайсың. Керісінше. Қуаншаға, Гүлшат апке, сізге көп-көп рахмет. Бірақ енді өз күнімді өзім көретін күн жетті. Ал біз саған пана болғанымызға қуаныштымыз. Жолың болсын, Ботагөз. Жарайды. Келіңдер, балаларым. Мынаны ұмытып барасың. Ал. Ойлаған ойларыңа жетіңдер. Ақ жол. Рахмет, әже. Сау болыңыздар. Жақсы сау болыңыздар. Әкелсін. Ақ жол. Екеуі қалай ұқсайды? Енді байқап тұрмын. Екеуі де дәрігер болғысы келеді. Осындай да болады екен, ау, Болады. Темірхан Сәлімұлы, сізге курьер зергерлік шеберханадан пакет әкелді. Тағы бірдеңе айтасың ба? Сондай қымбат фирма. Жаны ханымның мерекесі ме? Зарина, қашаннан бері мұндай сұрақ қоятын боласың? Ой, кешіріңіз, мен жай білейін дегенім ғой. Зарина, мен сені өзіңе қатысы жоқ істерге араласпайтын үшін бағалайтынмын. Саған не болып жүр? Бұл әдетіңді қоймасам, мен сені жұмыстан шығарып жіберем. Кешіріңіз. Сәлеметсіз бе, Гүлшат әпке? Сәлем, Ақмарал. Рүстем бар ма? Жоқ, университетке кетіп қалды. Туф, мен де бірге барайын деп едім, жанкүйер болайын деген. Жарайсың, Ақмарал. Дос қыз болған соң осылай демеп жүрген жақсы. Рүстем неге маған ескертпеген? Ерте кетем деп айтпады да. Ақмарал, ойымдама. Оған жанкүйер болатын адам бар. Ботагөз екеуі бірге кетті. Қалай Ботагөзбен? Сая. Білесің бе? Сен біздің ауылға жиі келіп тұратынсың, әжеңе. Менің әлі есімде. Менің ауылға бармағанына 8 жыл болыпты. Ал сен есіңе сақтап алыпсың. Сақтадым дегенде, сенің ағаштан алма тергенің ғана есімде қалыпты. Ағаштан құлап қолымды ауыртып алғам. Сен ол қайдан білесің? Негізі сол кезде мен едім сен қолыңды танып берген. Ал сен әжеме айтпаш деп жылайтынсың. Иә. Әлгі қыз сен болдың ба сонда? Иә. Мәссаған. Сол күні әжеме өтірік айтам деп оңбай таяқ жеген. Мен де таяқ жедім. Сен неге таяқ жедің? Сені қорғайын деп. Ауыл қайдан біліп қойды? Демек,
Дәрігер болу сенің атағың. Сонда біз бұрыннан бір-бірімізбен таныс екенбіз ғой? Сонда мен сенің әлі есіңде жоқпын ба? Гүлшат, ана шөпті жайына қойсайшы, өсе берсін да. Ағима, қорқытып жібердің ғой. Қалай өсе береді, қанша гүл отырғыздым. Мына көшеттер деген буып тастай береді. Әй, керек болса, арам шөпті де бұзып жарып өсіп шығады. Шынымен де солай, Бірақ бар ғой, кейбіреу күтімді қажет етеді. Сен жай келдің бе? Әлде шай ішуге ма? Мен бір жұмыспен келдім. Ана Беріктің жолына бәліш пісіріп жіберейін десем, үйде ұн болмай қалды. Ұн бере тұршы. Әрине. Мен қуанышқа дайындап қойғам. Мол нан жету керек. Біздің күйеулеріміз жолда аштан қалмайды деп ойлаймын. Иә. Қазір мен қолымды жуып жіберейін, сосын саған ұн берем. Жоқ, сен әуре болмай қой. Үйдегі ана Саяма немесе анау қонақ қызың бере салсын. Ботагөз ба? Бұл жоқ үйде. Ерте мен құжаттарын тапсыруға университетке кеткен. Рүстем сияқты дәрігер болғысы келеді екен. Дұрыс. Жақсы мамандық қой. Иә. Ол қыз сендердің үйлерінде қалатын болды ма, жоқ басқа жақта тұратын болды ма? Жатақханаға орналасам деген. Дұрыс, иә. Өз бетімен өмір сүріп үйренген жақсы ғой. Дұрыс айтасың. Менің бар оған сондай жаным ашиды. Ол жетімді ойлап жүрген ешкім жоқ. Әйтеуір біреулер ренжітпесе болды ғой. Жүрсе берейін да. Жүр, иә. Көр. Темірхан Сәлімұлы. Тағы не болды? Біз келіскен сияқты едік қой. Мені бүгін жұмыстан ертелік жібере аласыз ба? Аяқ астынан не болды? Бүгін толық жұмыс күні ғой. Мейрам емес. Иә, Найзыма екеуміз мейрамханаға кешкі асқа баратын едік. Дастарханға да тапсырыс беріп қойғам. Қайдағы кешкі ас деп тұрсың? Қайдағы кешкі ас? Фирманың жағдайы мынандай болып жатқан кезде. Балды, ешқайда жібермеймін сені. Ақ сұмырай, көк жалқау! Маған айтып тұрсыз ба? Сенің қандай қатысың бар? Қара міне! Мәссаған. Осындай болатын үшін сезген. Сұранысқа жіберген. Даниярды оқудан шығар жіберіпті. Және мемлекеттен де шығар жіберген. Мұнда жазылғанына қарасақ, наша қорлық үшін дейді. Соқыр емеспін, әріп танимын. Әке, мен барып сөйлесейін ба? Қайдағы өзің? Өзің сөйлесең. Әкесінің қандай қағарлы екенін білсін. Жарайды. Оу, сұлу қыз, қайда сықып баратсың? Қарындасым мен досым саған айтып жатыр. Бері жақындасай. Немене періште болып жүр. Бәрі жұлдыз әйтеуір. Келіп танысса түгі кетпейді ғой. Лондонның қыздары осылай сызылып жүре ме? Жоқ, наоборот. Жігіт ұнап қалса келеді сразу танысады. Базар жоқ. Бізде де сондай болса ғой. Азаннан кешке шейін қыздармен керемет уақыт өткізеді. Қой. Сен қыздар туралы әңгіме етпей жүрсің. Түш. Папа звондап жатыр. Түш. Алло. Мен жарайды, қазір барам, түсіндім. Не болып қалды досым? Басталды қай. Қожайынды әкелуге офиске барасың ба? Иә, киімді ауыстырып алайын.
Сәлмаға екеуміз көшеде отырсамыз деп үстіміз топырақ болды. Енді реттеп алайын үстінде. Киімдерін дайындап қойғам, ән тұр. О, рахмет. Рахмет. Роза, ыдыстың жазығы не? Тесетін болдың ғой. Ыдыстың жазығы жоқ екен, өзім де білем. Өшімді кімнен аларымды білмей тапқан түрім ғой. Тоқташ, түсіндірші маған, не болды? Не мазалап жүр сені? Данияр келгелі өзімді қоярға жер таппай жатырмын. Ал егер оны бизнеске араластырса ше, онда не болады? Онда тұрған не бар? Қалайша онда тұрған не бар? Арсен тағы екінші орында қалады. Байғұс бала онсыз да сүйікті болып жүрген шамалы. Роза, үйтіп уайымдағанды қойшы. Даниярға бұл бизнестің керегі шамалақ. Оның үстіне ертең кет бара жатыр анау Лондонға. Кім біледі сол жерде қалып кетуде мүмкін ғой. Жақсы болар еді, бірақ та... Не бірақ та? Не тағы? Ал кетпей қалса не болады? Қап апа, сізді шығарып сала алмағаныма өкініп тұрмын. Ештем етпейді. Мен бәрін түсінем ғой. Сен жұмыстағы адамсың. Мені Рүстем шығарып салады. Айтпақшы, Рүстем мен Ботагөздің бір универге барған неге айтпағасыз? Айталық, мен сені ескерттім делік. Сонда сен өткен өміріңді өзгерте алар ма едің? Мен білер едім. Сонымен Рүстемнің университетке құжаттарын тапсыруға тыйым салар ма едің? Немесе ана бейшара Ботагөзге тап берер ме едің? Жоқ әрине. Енді екеуінің бірге жүргенін біліп ап, уайымдайтын болдым. Мен Ботагөзді кішкентай күннен білем. Ол дәргер болуды армандаған. Ертең оқуына түсінші, басы мен сол оқуға кірісіп кетеді. Тіпті біреуді ойлауды да ұмытады. Олай болса жақсы әрине. Бірақ ол Рүстемнің жанында жүргенде мен көңілім тыншымайды. Еш уайымдама. Апа, сізді мен өзім шығарып салам. Қазір беріп келеді. Отырыңыз. Жарайды. Онда күте тұрайын. Ботагөз, мен сені үйіңе шығарып салайын. Қаланы білмейсің. Ештеңе етпейді. Нағыз білмей жатсам, көшеде адамдардан сұрап алармын. Мекен жайын бәрін білемін өзім. Жарайды онда. Кездесерміз, иә? Жарайды. Үйдегілеріңе алғыс айтасыңшы. Алдында үйден шығып бара жатқанды айттың ғой? Алғыс артық болмайды ғой, бәрібір. Иә. Онда дайындықта кездесерміз. Жарайды. Әке шұғыл шаруа ма? Мен жұмыстарым бар еді. Өтірік ақымақ болма. Мен бәрін білем. Сенің Лондондан тез арада қайтып келгеніңді енді түсіндім. Әке, мен бәрін түсіндірем. Түсіндіріп көр. Бас аяғыңды білмеме. Жылдам. Гүлшат. Рүстем қоңырау шалмады ма? Неге кешігіп жатыр? Соншама күйбелектенбеш, жай құжаттарын тапсыруға кетті ғой, емтиханға емес. Балам болса үлкен өмірге қадам басуға дайындалды. Қалай толқымайын? Сен де қызықсың. Оның жолы ашық болады. Өйткені біз оған сондай жақсы тәрбие бердік. Иә, Ғима? Иә. Ой, Ағима, осында екенсің. Гүлжат, қалайсың? Сәлем берік. Дайынсың ба? Жолға? Қарасаңшы, әйел маған қанша тамақ дайындап берді. Менде де тура осындай ғой, Ағима.
сен дайындамай қой, Гүлшатқа жетеді бізге. Байқаймын екеуміз барғанша быт дейіп семіріп кететін шығармыз, а? Беке, маған сәл уақыт бер, Рүстемге жолығып кетейін. Жолға сәл жайырақ шығайық. Жарайды. Онда мен фураны шығара берейін. Айма, жүрсік тез үйге. Рахмет. Дайын болғанда хабарын беремін. Ғима, саған он берем дегенем ғой. Қазір қойбыш мен Беріктен ақша алып ала салам кіз магазиннен. Жарайды. Масқара. Достарымның көзіне не бетіммен қарайым, а? Оны әлі ешкім білмейді ғой. Ешкім білмейді. Сенің басың нашамен кеуіп кеткен. Бір аптадан кейін бүкіл қала білетін болады. Ол есірткі емес қой, әке. Есірткі емес. Қара мына. Қара міне! Тайға таңба басқандай үлкен әріппен жазылып тұр мына құжаттарында. Наша қорлық де. Қара! Оларға сылтау болса болып. Шабалсың, Данияр. Шабалсың да. Өзіңе көп ала берме. 3 жыл оқу зая кетті. Түнгі клубта дөңгелек жұтқан заңгер. Ол жай энергетик, ол мүлдем басқа дүние. Данияр, сен маған түсіндірші. Осы нәрсе саған неге қажет болды? Сіз мен Лондонда қалай өмір сүрген білмейсіз ғой, әке. Мына түріңе қарағанда жаман өмір сүрмегенсің. Менің атыма келген есеп-шоттарға қарағанда сен жақсы өмір сүргенсің. Әке, сіз тым болмаса британдықтардың сырттан келгендерге қалай қарайтын білесіз бе? Олар бізді адам құрлы санамайды. Санамаса санамай-ақ қойсын. Жап-жақсы, әп-әдемі оқып жүрген баланы ешқандай ел депортация жасап, өз елінен қумайды. Мен мұны босқа қалдырмайым. Көресің әлсен мені. Роза, Темірхан келді ма? Дауысын естігендей болдым ғой. Иә, Темірхан мырза үйде ғой. Бөлмесіне кіріп кеткен Данияр екеуі бірге. Данияр екеуі? Данияр не үшін керек болды екен оған? Темірхан мырза өте ашулы болды. Даниярға қатты ұрсып жатқан. Оқуынан шығарып жіберген ау. Не? Оқудан шығарып жіберген? Кешіріңізші, мен нақты айта алмаймын. Балама көмектесім керек. Темірхан өлтіреді оны қазір. Қалайсыздар? Тамақтың есі мұрын жарып барады. Балам, жылдам келгенің жақсы болды. Қазір түскі асымызды ішеміз. Қалай болды бе? Жақсы, әке. Құжаттарды өткіздім. Курсқа да жазылып қойды. Ботагөз ше? Иә, олды. Ар жағынан жатақхана орналасуға кетті. Жатақхана? Онысы дұрыс болған екен. Қонақ болудың да шегі бар емес пе? Өзі де түсіндідір. Мен оны сағынатын болам. Мен үлкен әпкем сияқты болып кетті. Сенің үлкен әпкең бар, Сая. Ой, байғұс баламай, көрмегенді көріпсің ғой. Олар сен қорлады ма? Тыныш отыр жанына! Ол 3 жастағы бала емес. Ол еркек. Өзін-өзі қорғай білу керек. Сіз оны не екенде түсінбейсіз. Жетер! Өшір үніңді! Мен сенің бірде-бір сөзіңе сенбеймін. Түсіндің бе? Балам, әкеңді ашуландырмашы. Не істесем екен, а? Не істесем екен? Қалай жазаласам екен сен, а? Мен оқудан шығарып жіберді, сол мен жазам. Өшір үніңді! Күшік! Мен сенің шығыныңды барынша қысқартам. Қандай ақша өмір сүрем мен сонда? Ақшаны босқа шашқанша, еңбек етіп, ақша тауып үйренбесін бе? Құрт көзіңді! Болды! Темірхан. Жанна! Араласпа! Мен сені жатақханаға орналастыра алмаймын. Апай маған тұратын орын бөлінеді деп айтқан. Айта береді. Орын бар ма, жоқ па, мен сұрауды да білмейді.
Ал олар білемеген осында ремонт жүріп жатқанын. Апай, кішкентай бөлме болса да болады. Раскладушка болса дәлізде ұйықтауға дайынмын. Неге ұқпайсың? Бізде ремонт жүріп жатыр. Жатақхананы жинап, қалпына келтіруіміз керек. Басқа жатақханалар бар ма? Оларда да ремонт. Барлық жерде ремонт. Ремонт. Апай, мен не істеймін енді сонда? Өзің біл. Менің көмек беретін саған жағдайым жоқ. Рахмет. Тынышташ. Қазір келдік. Келдік. Ұзақ уақыт жоғалдың ғой. Біз базарға бардық. Азық түлік алып келдік. Ал. Ақша келдің ме? Иә. Аз ғана қалды. Қалай аз? Не, бәріне тамақ алып тастадың ба не? Жоқ. Айдағы көйлек алдық. Міне қарашы. Қайдағы көйлек? Маған ақша керек, Салтанат, ақша! Еркек өз ақша тауып... Жабы азды! Сенің тілің шығайын депті. Тез келдің ғой. Енді қайда барсам екен? Мама. Ау. Мынаның бәрін кімге жасап жатсыз? Әкем үйде жоқ. Екеумізге көп қой. Әрине, көшеден ананы-мынаны жеп келесің да, үйге келгенде тәбетің болмайды. Бір мезгіл ыстық тамақ ішіп жүргенің денсаулығыңа пайдалы. Мен жемеймін. Семіріп кетем. Қайдағын айтпашы, қызым. Семірген несі? Сенің фигураң онсыз да әдемі. Сымбатты, сұлусың сен. Алтыным менің. Қарамайсың ба, Рүстем айналшықтап сенің жаныңнан шықпайды. Тек қана Рүстем емес. Не дейді? Сен маған бұрын бұндай әңгіме айтпап едің ғой. Баяғыда Рүстемнен басқа ешкімді ойламайтынмын. Қазір байқап қарасам, Ерлан да маған ғашық сияқты. Ерлан? Ерлан жақсы жігіт. Отбасы да дәулетті. Мен де соны ойлап қоям. Мүмкін Ерлан таңдармын. Ботагөз, сенсің бе? Не болып қалды? Неге жылап отырсың? Жай ештеме. Көзіме бірдеңе түсіп кетті. Қазір абысай. Мұнда неге жалғыз отырсың? Біреуді күтіп отырсың ба? Сен бізге айтушы едің ғой, бізден басқа қалада ешкім танымаймын деп. Ботагөз, айтшы, не болды? Таңертең бәрімен қоштасып шығып едім. Дайындықтан кейін жатақханаға барсам жабылып кетіпті. Жабылғаны қалай? Жаз бойы жөндеуде болады екен.
енді ауылға қайтуыма тура келеді. Емтиханға соншама дайындалып едім. Енді бәрі бекер. Тоқта, жылама болды. Жүр, бұлай болмайды. Тұр орнынан. Кеттік. Жүре ғой. Апа, бұл сұрыздар тез жүр, кешігетін болдық қой. Сіздермен біраз сөйлесіп үлгермедім. Жол жүрмейтін болғанда біраз әңгімелессек те болатын еді. Ештеңе етпейді. Сая, ауылға келсейші, біраз демалып қайтасың. Келесің бе? Ауылда интернет бар ма? Қайдағы интернет? Ауылда интернет болушы ма еді? А? Саған жасайтын жұмыс табам. Маған сиыр сауға көмектесесің. Қуаныш, көлік не болды? Қазір апа. Алло, Берік. Болсыншы. Апам автобустан қалатын болды ғой. Қазір келіп жатырмын дейді бұл. Жақсы болды. Әже, сіз уайымдамаңыз. Берік аға ауылға кешігіп жүреді. Бірақ сізді уақытында жеткізіп салады. Рүстем, Сая, ауылға келіңдерші. Таза ауа жұтып, дем алып, толып кішкене. Келесіңдер ме? Апа, мен сізге тамақ дайындап салдым. Сосын бөтелкеге жақсылап шай құйып қойдым. Ұмытып кетпей тамақтанып алыңыз, апа, сосын кітап салдым. Оқи отырыңыз, енді жол қысқарсын деп. Рахмет, Гүлшат. Сенің ана ас үйдегі ыдыстарыңның бәрін жалтыратып қойдым. Кіреп кетіпті, мүлдем. Рүстем, келесіңдер ме ауылға? Әже, емтихандар тапсырып алайын, сосын Сая екеуміз міндетті түрде барамыз. Жарайды. Рұқсат болса мен де барайыншы. Жолдан келгеннен кейін бәріміз бірге барсақ, ауылға барып шіркін дем алғанға не жетсін, а? Келіңдер, келіңдер. Амансыз ба, Амин апа? Сәлем. Ғима кел. Апа, сіз ауылға қайтып бара жатсыз ба не? Иә, қайтып барам. Кішкене демалып қонақтап жатпадыңыз ба? Жоқ, қайту керек. Ботагөз де сізбен бірге қайтып бара жатқан шығар, е? Ботагөз жатақханаға көшіп кеткен. Сонда жатып емтихандарын тапсырады. Өлі. Ойна, болсын шен тез. Қазір кел. Жақсы. Дұрыс болған екен. Темірхан, бұл не? Ашып көрсеңші. Саған арналған сыйлық. Сатып алыпсың ғой. Саған ұнайтынын білгем. Маған қалай ұнау керек екенін білесің, е? Қатты ұнады. Рахмет. Әдемі қызға лайық, әдемі сыйлық. Назима, сені менде ешкім еркелетпейді. Осыны есіңнен шығарма. Назима, сенің кофеңді сағындым. Кофе дайындап бересің бе? Әрине дайындап берем. Жүр. Жан, шынымен де маған қатты ұнады. Керемет. Жүр. Бауырсақты пісіріп болдым. Көп жасап қойыппын. Сен осы көйлекті киесің бе? Білмеймін, мама. Рүстем алдын бұл көйлекті киген кезде мән бергенде жоқ. Ал Ерлан керісінше Инстаграмға салған суретімен лайк басты. Алтыным менің, сен қандай киім кисең де құлпырып шыға келесің. Білмеймін. Олай болса неге Рүстем Ботагөзге көз салып жүр? Ауылдан келгеніне қарамай, жанына ертеді де жүреді. Үстіне киген киімін көрсеңіз ғой. Ботаханым менің. Рүстем ешкімге де көз салып жүрген жоқ. Ал Ботагөз таңертең бәрімен қоштасып, жатақхана орналасуға кетті. Оны сізге кім айтты? Гүлшат әпке ма? Енді Рүстем үшін уайымдамасаң да болады. Неге сонша қарадыңыз? Қызым,
Сен соңғы кезде Ерлан туралы көп айтып кеттің. Соның әлгі Инстаграм дедің бе? Соған басқан лайктарыңа басың айналып қалмасын. Оқуыңды ойлаш. Уайымдамаңыз, мам. Ерлан бай болса да, Рүстемге ешқашан айырбастамаймын. Ал оқу жайында уайымдамасаңыз да болады. Дайындалып жүрмін. Міне, осы көйлек тікем. Рүстемге де ұнайды, өзіме де жарасады. Дұрыс айтасың. Не дегенмен Рүстем екеуің бірге өстіңдер. Отбасылары да жақсы. Ал оқуға түскеннен кейін бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Қызым, Ерланның отбасы бай, болашағы үлкен жігіт болғанымен, олар біздің теңіміз емес. Шешесі кейін сенің қарапайымдылығыңды бетіңе басатын болады. Сосын көңілінен шығам деп әбден қиналасың. Соны ойла, алтын. Тәттім менің. Салтанат! Салтанат! Осыны құлақ естімей ме, бірдеңесі бар? Салтанат, сен қайдасың? Үйдеген шашылып жатыр, бұл болса қаңғып жүр. Данияр, әкең қатты ашулы ма? Иә, әрең құтылдым. Анам болмағанда. Ананың аты қашанда ана ғой. Не бүлдірсең де қорғашлаумен жүреді. Мен сені жақтап отырған жоқпын, Данияр. Бірақ әкең саған мамандық таңдағанда қателесті. Нәтижесі мынау. Ата, мен сіз түсінбедім, не айтқыңыз келіп отыр. Сені Лондонға жіберудің қажеті жоқ еді деп ойлаймын. Енді бөтен ел, бөтен тіл, бөтен адамдар. Бала ол жерде өзін қалай сезінеді? Неше түрлі жағдайлар болып жатыр. Жалғыз өзіңе тіпті қиын болған шығар, ә? Дұрыс айтасыз, ата. Мен ол жағын мүлдем ойламаппын. Мен Лондонда жүргенде бар ғой? Айтпақшы, Данияр, мен саған қалай көмектесудің жолын енді түсінген сияқтымын. Маған ба? Иә. Қандай көмек? Сені мен өзім дайындап оқуға түсірем. Кез келген университетке түсесің. Бастысы өзіміздің елде оқисың. Бірақ ата... Бірағыңды қоя тұр. Ақылың бар боласың. Білімің де болу керек. Тырысып жүргеніңді көрсе, әкең де риза болады. Дұрыс айтасыз. Мен ойланып көрейін. Ойлан. Түсе алмай қаламын деп қорқпа. Ертеңнен бастап мен сенімен өзім дайындалатын боламын. Барлығын тапсырып шығасың. Рахмет, ата. Сіз болмасаңыз. Айтпақшы, жаңа
немене Лондон туралы не айтайын деп едің? Жай еш қызық еш нәрсе емес. Сіздің көңіліңізді аулайын дегенмін ғой. Ай, құл бала, құл бала. Жарайды. Мақұл. О, әне, өздері де кел жат. Апа, Гүлшат, болыңыздаршы тез. Апа, Кешігеміз, Рүстем. тағы жатпай кетіп бара жатқаныңыз өкінішті, келіп тұрыңыз. Ой, бұл мен шайды ұмытып кетпін ғой. Қазір. Ботагөзбен қоштаспағаныма өкініп тұрғаным. Әлі талай көрсөздер ғой. Әміне апай, қалыңыз қалай, жолыңыз болсын. Берік, амансың ба, қалың қалай, жақсы ба? Жақсы, жолыңыз болсын. Қуаныш, Ботагөзге осында бас көз болам деп маған уәде берші. Қанша дегенмен үлкен қалада жалғыз өзі, ана жатақхана дегеніңе мен сенбеймін. Апа, уайымдамаңыз. Далада қалған жоқ қой. Қиындықтар болса үйге көреді, үйді біледі. Ау, әне өздері де келе жатыр ғой. Жанымның серігі, сүйіктім менің өзің әрдайым, биік тілегім сені, жылу табыма, сыйлаған жаныма, ләззат гүлдерді қол ұстасып жүрген, ғажап күндерді қалай ұмыта аламын.